Әр күн бізге қуаныш сыйлайды, бірақ қауіпсіздік ережесін сақтау әр қайсымыз үшін маңызды. Әсіресе жолда абай болу керек. Бүгін біз Айдостың бір күнін бірге көрейік. Анашым, біз Арман екеуміз сыртқа ойнауға кеттік. Ас өте дәмді болыпты, рахмет көп-көп. Жарайсыңдар балаларым, сақ болыңдар, жақсы ойнаңдар. Арман, кеттік, сыртта ойнайық. Иә, кеттік, өте қызық болады. Жақсы ойнаңдар балаларым. Кешке көріскенше. Балам, жолдан абайлап өтіңдер, жарайды ма? Жарайды анашым, уайымдай бермеңші. Жарайды балам. Арман, мұның не? Тоқтасаңшы. Айдос, жылдамырақ болсаңшы. Сәлем, кішкентай бала, қайда асығып барасың? Сәлем, мен жолдан өте салайын деп едім. Тоқта, қызыл жанса тоқтайсың, сарғал жасыл жанғандағы өте аласың. Жолда абай болмасаң өз етінің көрінкін. Рахмет Бағдаршам. Жақсы, қазір жасыл жанып тұр. Абайлап өтіп, қарсы жаққа бар. Жақсы Бағдаршам, рахмет тағы да. Қарашы, мен қалай тебемін? Пас берші, мен де тебемін. Мынау Қап, доп жолға қарай кетіп қалды ғой. Мен алып Тоқта, Айдос, жолға жүгіріп шықпа. Көліктер сені көрмей қалуы мүмкін. Жасыл жанғаның көт. Жасыл жанды, енді допты ала бер. Бүгін менің түсінгенім, Бағдаршамға міндетті түрде қарау керек. Жолдан тек кез келген жерден жүгіріп өтпейік. Дұрыс айтасың, Айдос. Қауіпсіздік ережелерін әр қашан сақтау керек, сонда жол қауіпсіз болады. Айдос, кеттік ендеше сабаққа. Сау болыңдар достар.